Сәлем достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге балалық шағымызда сүйістім жейтін печеньелеріміздің рецептісін ұсынамын. Менің балаларыма өте ұнады, сүйсініп жеп қойдым. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал бастаймыз. Толық рецептісін, ингредиенттердің барлық граммдарын описанияда қалдырамын, сондықтан уайымдамаңыздар. Описанияны міндетті түрде қараңыздар. Ал енді алдымен 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Көбігіміз көтерілгенше. Үстіне қант саламыз. Жақсылап араластырамыз, қантымыз ерігенше. Үстіне ертілген сары майды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Және айран қосамыз. Үстіне ұнды ситадан өткізіп ұн саламыз. Ұнды да жақсылап араластырамыз. Ұнды шамал-шамал бөліктен салыңыздар. Ал үстіне шамал тұз, разрыхлитель қосамыз. Барлығын бір қалыпқа келгенше араластырамыз. Ұнды шамалдан қосып отырыңыздар. Бірден барлығын салып жібермеңіздер. Тестамыз өйткені жұмсақ болып шығу керек. Қамырымыз почти дайын болды. Үстіне үгітілген шоколад қосамыз. Қоспасаңыз да болады. Мен балаларым шоколад жақсы көретіндіктен әдейілеп шоколад қостым. Негізі қоспай сесеңіз де болады. Жақсылап араластырамыз. Тағы ұн қосамыз. Шоколад аза болып қалған сияқты, сондықтан тағы да қостым. Араластырамыз жақсылап. Печеньеге арналған қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты. Ал енді қамырымызды жаямыз. Жақсылап тұрып, үлкен болып жатқыздар. Жақсылап тұрып жаямыз. Шамал ұны сеуіп жайыңыздар. Өйткені бұл печеньелер духовкаға салғаннан кейін де жақсы көтеріледі. Құрамында разрыхлитель бар. Қамырымыз дайын болды. Енді осындай арнайы формаға салып, ойып аламыз. Ондай форма болмаса, домалақ, үшбұрышты формаларды қолдансаңыздар болады. Бізде ана печеньеге арналған осындай әдемі формалар бар, балаларды қызықтыратын. Ал енді печеньелерімізді дайын листімізге пергамент қағазының үстіне салып шығамыз. Пешті 180 градусқа қыздырып қоямыз. 25-20 минутта пісіп қалады. Барлық жақсылап тұрып салып шығамыз осылай формаларды, печеньелерді формаларын алып шығып. Печеньелерімізді салып қойдық формасына. Ал енді пешке саламыз. Байқасаңыздар, печеньелеріміз күшті көтерілді. Ал дайын болды. Өте жұмсақ. Балаларға ұнайды, балалар сүйсініп жейді, жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қарапайым рецепттен тұратын печенье. Ас болсын.